Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен оңай медицина. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз өкпенің созылмалы обструктивті ауруы, яғни хобл. Өкпенің созылмалы обструктивті ауруы дегеніміз бұл тыныс жолдарының төменгі бөліктерін өкпе паренхимасын басым зақымдайтын және де осы эмфизема туындаумен жүретін ауру болып табылады. Бұның жалпы созылмалы бронхиттен айырмашылығы осы эмфизема болуында, яғни хоблда, сондықтан мен қызыл түспен бояп қойдым. Жалпы бұлардың әкелуші себептері, яғни этиологиялық факторлары, бұл экзогенді және эндогенді факторлар деп қарастырамыз. Экзогенді факторларға бұл ең бастысы шылым шегу, яғни шылым шеккенде бұл белсенді түрде және енжарлы түрде болуы мүмкін. Және кәсіби зияндылықтардың, яғни жұмыс барысында неше түрлі зиянды ауалардың шығуы және де қара түтін деген сияқты, өнеркәсіптің зияны деген сияқты кесірі тиюі мүмкін. Және де ауаның атмосфералық және тұрмыстың ластануы деген сияқты органикалық түтіндердің болуы. Ал эндогенді факторларға бұл тұқым қуалау, яғни альфа-1 антитрипсин жетіспеушілігі. Альфа-1 антитрипсин жетіспеген жағдайда осы организмде өкпе тіндерінің деструкциясы және де эмфизема дамуы мүмкін. Содан кейін ерте жастағы балаларда тыныс мүшелерінің аурулары және туылған кезде дене массасының өте аз болуы, яғни дефицит массы. Патогенезіне тоқталатын болсақ, ең алдымен осы сыртқы орта факторлар әсер етеді дедік қой, яғни экзоген факторлар. Осы хоблға ең әкелуші басы себеп темекі шеккеннен болуы мүмкін. Сондықтан да темекі түтіні мен осыдан шығатын улы газдар, бұлар яғни сыртқы фактор. Бұлар бронх эпителиінде орналасқан кезбе нервтің ирритативті рецепторларын тітіркендіреді. Соның әсеріне вегетативті жүйенің холинергиялық механизмін активтендіріп, осыдан бронхоспазмдық реакция туындайды. Келесі суретке назар аударатын болсаңыздар, яғни сыртқы орта факторларының әсерінен айтып кеткенімізде қабыну клеткаларының белсенуі болады, одан зақымданып және де репарацияға ұшырайды. Соңында вентиляциялық бұзылыстардың әсерінен осы хобл дамуы мүмкін. Және қабыну механизмі. Қабынудың механизмін тоқталатын болсақ, бұлардың жалпы этиология факторлардың ең маңызды салдары бұл ерекше созылмалы қабынудың дамуы болып табылады. Оның биомаркері осы нейтрофильдер болып саналады. Және қабынудың қалыптасуы мен оның іске асуына нейтрофильдермен қатар макрофагтар мен Т лимфоциттер қатысады. Және де көптеген факторлардың әсерінен қанда айналып жүрген нейтрофильдер осы жоғары концентрацияларда өкпелерде шоғырланып, бос радикалдардың, биологиялық активті заттардың және осы ферменттердің пайда болудың көзіне айналады. Жалпы хоблдың клиникасына тоқталатын болсақ, бұл ең бірінші жөтел және де қақырық. Жөтел деген бұл аурудың ерте белгісі болып табылады, және де адам өмірінің 40-50 жасында пайда болады. Және де ол күнде болады, күндіз жиі болады, түнде сирек байқалады. Қақырық бұның жалпы мөлшері мен оның сипатын анықтап алуымыз керек. Бірінші, және де бұл аз көлемде болады, және де таңертеңгілік уақытта байқалады, және де кілегейлі түрде байқалады. Іріңді қақырықтың пайда болуы және де оның көбеюі аурудың өрші белгілері болып табылады. Және де егер де қанды қақырық пайда болуы мүмкін, яғни бұл қанды қақырық басқа аурулармен, басқа патологиялық жағдайлармен қосарласуы мүмкін. Сондықтан да осы жерде сақ болуларыңыз керек, себебі қанды қақырық байқалған жағдайда бұл өкпе рагы, туберкулез және де бронхиттаз байқалуы мүмкін. Және де қақырық бұл айтып кеткенімізде шашты болады. Және де осы жөтел қақырық осы қысқы мезгілде, яғни инфекция кезінде түседі. Ентігу бұл осы хоблдың ең басты белгісі болып табылады, яғни бұл біртіндеп дамиды. Ентігу көбінесе осы физикалық күш түскен уақытта және де сырылдармен, кеуде тұсының ауруымен бірге жүреді, және де ентігу үнемі дамып отырады. Және де осы ентігудің салдарынан көп адамдар осы дәрігерлік көмекке жүгінеді. Яғни ентіккен уақытта адам көбінесе тыныс алудың ауырлауы, тыныс алғанда салмақтың сезінуі деп түсіндіреді. Және де ауаның жетпеуі, қиналып тұрып демаламын деген сияқты сөздермен жеткізуі мүмкін. Сондықтан да осы ентігу барысында ең басты белгісі болып осы ентігу болып табылады. Және де осы көп науқастарда созылмалы тыныс жеткіліксіздігі және де өкпелік жүрек дамуы мүмкін. Бұл бронхиттік типте және де айқын ентігу мен құрғақ жөтел осы эмфизематозды типте байқалады. Осы хоблдың клиникалық түрлеріне тоқталатын болса, яғни эмфизематозды және бронхолитикалық түр деп қарастырады. Келесі суретке назар аударатын болса, эмфизематоздыға бұл қызыл пысылдақтар деп атайды. Және де бұларға көбінесе 50-60 жастан асқан адамдар ауырады. Және де бронхиттік тип, бұл көк ісушілер. Бұл көбінесе 40 жастан асқан адамдар ауырады. Және де басты симптомдардың арақатынасы бронхиттік типте осы жөтел ентікпеден күшті болады. Яғни жөтел ентікпеден күшті. Бұл жерде адам көбінесе жөтеледі. Ал эмфиземалық түрде бұл ентікпе жөтелден күшті болып келеді. Яғни ентікпе басым рөл атқарады. Және де бронхтардың обструкциясы бронхиттік түрде ауыр болады, эмфизематоздық түрде де тоже ауыр болады.
Және де жөтел бронхиттік түрде бұл қақырықтың гиперсекрециясы қоса болады, ал эмфиземалық түрде аз қақырықты байқалуы мүмкін. Және де осы бронхиттік типте көбінесе гиперсенектер ауырады, ал эмфизематозда көбінесе асенектер және де осының салдарынан кахексия, яғни ауыруы мүмкін. Сонымен қатар гематокрит бұл эмфизематоздық түрде 45%-ға дейін жетсе, бронхолитикалық түрде 50-55% болуы мүмкін. Хобблдың диагностика барысында біз ең бірінші қақырық анализін аламыз. Яғни қақырық анализі бұл цитологиясын және микробиологиялық зерттеуден жүргіземіз. Жалпы қан анализі бұл лейкоцитозға мән береміз және де эритроциттердің тұну жылдамдығына мән береміз. Бұл этжның көтерілуін байқаймыз және де ЭКГ-ны түсіріп, яғни жүректің оң бөлікшесінің гипертрофиясына ұшырауын байқаймыз. Физикалық зерттеу барысында қарап тексергенде терісінің түсіне мән береміз. Бронхиттік, жаңа айтып кеткенімізде терісінің түсіне мән береміз. Бронхиттік түрде терісі бұл жайылмалы көкшіл, яғни көгеріп тұр байқағандарыңыздай, ал эмфизематоздық түрде қызыл шырайлы сұрғылт түсті болып келеді. Содан кейін перкуссия жасағанда қораптық дыбыс естіледі, яғни осы өкпенің іші ауаға толы деген мағынада қораптық дыбыс, яғни коробканың дыбысы сияқты естіледі. Аускультация барысында қатты немесе әлсіреген визикулярлық тыныс естіледі және диафрагманың төмен орналасуы, яғни эмфиземаның белгілері байқалады. Және де бұның асқынулары, яғни осложнение дейміз, егер де бұның уақытылы емделмеген жағдайда, дұрыс емделмеген жағдайда, дәрігерлік кеңеске дұрыстап жүгінбеген жағдайда асқыну пайда болуы мүмкін. Асқыну бұл жедел және созылмалы тыныс жетіспеушілігі кезінде тыныс жетіспеушілігі болуы мүмкін. Созылмалы өкпе текті жүрек, қан іркілмелі жүрек әлсіздігі, пневмония, спонтанды пневмоторакс, осындай жаңағы асқынулар байқалуы мүмкін. Еміне тоқталатын болса, емі бұл медикаментті және медикаментті емес деп бөлінеді. Медикаментті ем дегеніміз бұл дәрі-дәрмектің көмегімен емделсе, ал медикаментті емес бұл дәрігердің кеңесімен және де салауатты өмір салтын сақтай отырып, яғни медикаментті емес ем бұл қауіп факторларын жою, яғни этиология факторларын жою, бұл темекіден бас тарту. Және де науқастарды оқыту және өкпелі реабилитация бағдарламаларын жүргізу және оттегімен емдеу болып табылады. Медикаментті ем бұл жаңағы жеңіл дамуында қысқа әсерлі және де ауыр дамуында ұзақ әсерлі деп бөліп қарастыруға болады. Қысқа әсерлі ингаляция бронходилататорлар қолданылады, яғни бұл жағдайда қысқа әсер беретін ипротропий бромиді 40 микрограмм күніне 4 рет 2 доза қолданылады және сальбутамол, фенотерол қолданылады. Ал ұзақ әсерлі ауыр дамитын емде бұл теотропий бромиді, яғни 18 микрограмм тәулігіне 1 рет қолданылады және сальматерол және форматерол қолданылады. Хобблдың ең басты әкелуші себебі бұл сыртқы орта факторлардың әсерінен, яғни адам темекі шеккен жағдайда асқынып кетуі мүмкін. Сондықтан да профилактиканың басты талабы, яғни алдын алудың басты талабы бұл аурудың диагнозын ерте қою және де қауіпті факторларды жою болып табылады. Шылым шегуден бас тартудың және тыныс жолдарының инфекциялық ауруларын алдын алу осы хоббл кезінде ерекше орын алады. Сондықтан да егер де жақындарыңыздан, танитын адамдарыңыздан темекі шегетін адам болса, дәл қазір тоқтатуға кеңес беремін. Сіздермен бірге болған қиын тақырыпты оңай тілмен түсіндіретін оңай медицина. Барлықтарыңызға сәттілік, оқуда жемісті болыңыздар.